Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Функционалдық сауаттылық білім сапасын арттырудағы тиімділігі тақырыбындағы шебер сыныпқа қош келдіңіздер. Мақсатым әріптестермен орыс тілі және әдебиеті пәнінен қолданылатын белсенді әдіс-тәсілдермен бөлісіп тәжірибе алмасу. Оқушыға оқу тақырыппен танысу барысында қосша белгісін білемін, мен үшін түсініксіз, қосу белгісін мен үшін жаңа ақпарат, сұрау белгісі мені таңғалдырды белгілерін қойып отырып оқу тапсырылады. Инсерт оқығанын түсінуге, өз ойына басшылық етуге, ойын білдіруге үйрететін ұтымды құрал. Бір әңгіменің соңына тез жету, оқығанды есте сақтау, мәнін жете түсіну күрделі жұмыс. Сондықтан да оқушылар арасында оқуға жеңіл-желпі қарау салдарынан түсіне алмау, өмірмен ұштастыра алмау жиі кездеседі. Мағынаны түсінуді жоғарыдағыдай ұйымдастыру аталған кемшіліктерді болдырмаудың бірден-бір кепілі. Үйретушілер білетіндерін анықтап, білмейтіндерін белгілеп сұрауға әзірленеді. Бұл әрекет арқылы жаңаны түсіну үшін сұрауға әзірленеді. Бұл әрекет арқылы жаңаны түсіну үшін бұрынғы білім арасында көпірлер құрастыруға, яғни байланыстар құруға дағдыланады. Функционалдық сауаттылық бәрімізге белгілі оқушылардың пәндік білімдеріне, ептіліктеріне және дағдыларына сүйене отырып, оқу пәндері арқылы функционалдық сауаттылықты дамыту үдерісі ойлау дағдыларын қалыптастыру негізінде жүзеге асады. Функционалдық сауаттылық ен анықтамасында білім беруде жалпы адамның көп қырлы қызметімен байланысын біріктіретін жеке әлеуметтік бағдарлану тәсілі ретінде көрсетіледі. Сондай-ақ өмір бойы білім алуына ықпал ететін негізгі факторлардың біріне айналуда. QR-код әдісі қазіргі таңда сабақта қолданатын таптырмас қызықты әдістердің бірі болып есептеледі. QR-код тапсырмасын жасау үшін Google поисқа QR-мания деп жазасыздар. Поисктан шыққан ең бірінші сайтқа кіресіз. Ссылка деген бөлімді таңдайсыз. Оның ішінде URL адресқа өзіңіздің тақырыпқа YouTube-тан видеоролик жазып аласыздар. QR-код шұғыл жауап. Бұл мобильді телефонның камерасы арқылы жылдам тану үшін ақпарат беретін екі өлшемді бар штрих-код. Камерасы бар ұялы телефонды аласыз. Кодты сканерлеу үшін бағдарламаны іске қосасыз. Камераны кодқа әкелесіз де ақпаратты аласыз. QR-кодтағы тапсырманы орындап болғаннан кейін оқушылар жауаптарын кластерге жазады. Жазғандарын тақтаға шығып, әр топтан екі оқушыдан қорғап шығады. Ең бірінші дұрыс жауап берген топқа жоғары балл беріледі. Өзіміздің тақырыбымызға сәйкес домино әдісінің шаблонын қалай құрамыз? Ол үшін интернетке домино әдісі шаблон деп жазатын болсақ, бірнеше шаблондарды дайын жүктеп алуға болады. Домино ойынның мақсаты ойын арқылы оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыру, логикалық ойлау қабілеттерін дамыту, тапқырлыққа, білімділікке тәрбиелеу. Домино ойыны қағаз қиындылары домино пішіндес қиылып, ортасынан қаламен сызылады. Топтағы бірінші оқушы оң жақ бөлігіне сұрақ жазады. Келесі оқушы келесі домино парақшасының сол жағына сұрақтың жауабын жазып, оң жағына өз сұрағын береді. Тиісінше келесі оқушы өз доминосына осындай жазба қалдырады. Барлық топ өз доминоларын жасап болған соң араластырып көршілес топқа домино қиындыларын құрастыруға ұсынады. Әр жылдам әрі дұрыс құрастырған топ жеңіске жетеді.
Назарларыңызға рахмет.